осы жерге келдім. Көптеген жедел жәрдем тұр, пожарный машиналар тұр. Көргенім сол. Сонымен не болды дегенім, әйтеуір тоқтан шықты деп естідім. Сөйтімде ары қарай жұмысыма кеттім мен. Тоқтан шықты деймін? Тоқтан шықты. Жарылыс дауысын естідіңіз бе? Газ ондай емес, тоқтан шықты деп естідім. Сөйтіп адамдар аман ба дегенім, 12 адам кетті, 3-еуі ауруханаға кетті деп естідім. Танитын едіңіз? Сол жұмысымнан келіп, қазір келіп отырмын. Қазір көріп, біліп отырмын. Қазір ішке кіріп шықтыңыз да? Ішке кіріп шықтым. Іште не болып отыр? Ішке, ішкі істер саласынан куәгер ретінде шақырды. Көріңіз, жаңа неге деді. Көрсем, ішінен дым қалмаған. Ішінде ешкім жоқ адамнан, бірақ іштің барлығы жанып кеткен. Қирап кеткен. Қирағанда жоқ. Көрінетін нәрсе жоқ, барлығы жанған, 100%. Өртеніп кеткен. Өртеніп кеткен. Қан іздері бір нәрселер. Ондай еш нәрсе жоқ. Ондай еш нәрсе байқамадым. Бұл жерде көршілеріңіз танисыз ғой, кімдер тұратын еді? Бұл жерде көрші танимыз. Келгеніне 3 жыл болған кісі. Талғат деген кісі осы жерге келді де үйіне кіргенде Құран оқыды. Сол кезде танысқанбыз. Содан бері 3 жыл өтті. Бірақ әкесі саласып қайтыс болып кетті. Көп балалы отбасымен қандай еді? Көп балалы болғанда мен Дәурен деген 94 жыл бала, 4 баласы бар. Осы жерде ойнап жүретін тұғым балдары. Соларға кетіп тұрған. Солар кеткен жалпы кеше той болған олардың жанұясында. Өзі 3 ағайынды, 3 ағайынның біреуі осы жерде, біреуі жолдың арғы бетінде, біреуі көрші ауылда тұрады. Той болған, тойдан кейін 2 баласы осы жерге той жасаған, өзінің үйіне кеткен. Содан мынандай жағдай болып отыр ғой. Түгел бір әулет кетіп тұр. Бір әулет кетіп отыр. 15 адам, жаңа 3-еуі ауруханада еді, 12-сі кеткен осы жерден. Жақсы. Сол мен білетінім. Той қай үйде болған еді? Той тойханада болған. Той жасаған үй осы үй ба? Жоқ, бұның ағасы. Үстінде той жасаған. Аты жөніңізді айтып жібересіз бе қайта? Менің есімім Қайырберген Божымбетов. Көршісі боласыз, иә? Көршісімін. Қолмен ұстамаңыз, ұстамаңыз. Қолмен ұстамаңыз. Өтініште болсын. Просто видео жинап алайықшы. Жігіттер өтініш.